Баршаңызға сәлем достар. Бұл видеода сіздермен ең дәмді манты рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен ет тартқыштан етімізді, сарымсақты, сәбізді және жуаны өткізіп алдым. Одан соң үстіне ұсақтап туралған капустаны салып, одан соң жұмыртқамызды, тұзымызды, бұрышымызды, ұнтақталған тәтті бұрышымызды, орегано специяны салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Одан соң қамырымызды әзірлейтін боламыз. Қамырымызды әзірлегенде ингредиенттердің мөлшерін дәл описаниядағыдай салыңыздар. Мен 10-нан аса адамға әзірлейтін болғандықтан фаршты 1 килограмм етіп жаздым. Егер де сіз 4-5 адамға дайындайтын болсаңыз, фаршыңызды 500 грамм етіп алып, оған қосатын қалған ингредиенттердің барлығын дәл 2 есеге азайтып қоссаңыз болады. Және қамырдың да салатын мөлшерлерін дәл солай 2 есеге азайтып жасасаңыз болады. Алдымен 500 грамм ұнды қосамыз. Одан соң араласқаннан кейін қалған 400 граммын қосамыз. Оны әбден иімін қандырғанша илейміз. Одан соң қалған 100 грамм ұнды біздер қамырды жаю үшін пайдаланатын боламыз. Мен қамырды дайындап бастағанда осылай алдымен қасықтың көмегімен араластырып аламын. Маған солай ыңғайлы. Сіз өзіңізге қалай ыңғайлы, солай жасасаңыз болады. Одан соң қолмен илеймін. Қамырыңызды дәл менің рецептіммен әзірлейтін болсаңыз, қамырыңыз кәдімгідей идеальный болып шығатын болады. Дайын қамырымызды ыдысқа салып, бетін жауып, 20 минутқа тынықтырып қоямыз. Одан соң дәл видеодағыдай тура 8 бөлікке бөліп аламын да жаятын боламын. Маған солай ыңғайлы. Егер де сізге өзіңізге қалай ыңғайлы болса, солай елесеңіз болады.
Дайын мантамыздың суы қайнаған соң отын азайтып 40-45 минут пісіретін боламын. Мантымыз дайын болды. Бетіндегі подливасын аз ғана сұйық майға сары май салып ерітіп, оның үстіне жуамды турап, оның үстіне қуырмай сәбізді турап салып, астын азайтып, тұз сеуіп 35 минуттай бұқтырып қоямын. Және де 35 минут өткен соң подливамды араластырып, мантының бетіне салып берсеңіз болады. Бұл подлива сары майға піскендіктен өте дәмді болып шығады. Дастарханға ұсынар алдында жуа мен аскөкті салып берсеңіз болады. Міндетті түрде бұл рецептімен манты пісіріп, жақындарыңызды таңғалдырыңыз. Ұнаса, видеома лайк басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.